Ассалаумағалейкум достар, қалдеріңіз қалай? Мен сол Қазақ автоэлектр есім Жұлдызбек, Ақтау қаласы. Бүгін біздерге Toyota 50 автокөлігі келді. Установка Android жасаш деп. Енді сода бір кішкене рөлевой управление бар ғой. Сода өзгешелеуі бар. Өзгешелеуі қылып жалғау керек. Мен соны көрсете кетейін. Мүмкін біреуіміз болмаса, біреуімізге пайдасы тиіп қалар. Бір бауырымызға пайдасы тиіп қалар деп жасап жатырмын. Сіздер жақсылап қарап, лайк басып, осы видеоны таратып, сізде қандай көлік жазып отырыңыздар. Мен қолдан келгенше сіздерге түсіндіріп көрейін. Ja, достар, бұл қазақтың ең сүйікті көлігі Toyota 50-ка дейін ба. Достар, мұнарда штекер бұларда бәрі жақсы келеді. Бірақ қарап отырсақ, осыны егер қимасақ, мен сіздерге түсіндіре кетейін, пайдасы тиіп қалар. Осыны бәрін салғаннан кейін, мына өзінің бір штекер ғой кіреді. Сол бір ортаншы штекерде средний. Сода мына былай крепление салатын жағы емес, арт жағынан қараған кезде 1, 2, 3 сол штекерді кесіп тастау керек. Сосын мында қарап отырсақ, мысалы үшін мына штекер бар ғой. Көрдіңіздер ме? Штекерді сіздерге түсінікті болу үшін көрсетейін. 1, 2, 3 мына қызылды қиып тастаймыз. Үшінші қызылды қиып тастаймыз да. Сосын сол қызылды міне төртіншіге через резистор 1,5 килооммен қосамыз. Соны мен сіздерге тестермен қалай тексердім, қалай көрсеттім, сіздерге көрсете кетейін. Мүмкін пайдасы тиіп қалар. Мүмкін өзің установка жасап аларсың. Мен барынша көрсетіп көрейін, достар. Так, 200 килоомға қоямыз тестерді. Одан кейін мінекей қазір көрсетіп тұрған сопротивлениесін көрсетейін. Қолымнан келгенше мінекей қараңыздар тестерға. Мінекей көрдіңдер ме, достар? 1,5 килоом. Көрдіңдер ме? Достар, осындай резистор салсаңыздар, сіздердің барлық кнопкаларыңыз жасайтын болады. Егерде мынаны қимайтын болсақ, астына үстіне мыналар жасамай қалады. Астына үстіне жанына жасамай қалады. Сосын телефондікі қосылмайды. Қазір барлығы қосылып тұр, керемет жасап тұр. Қазір мен болып жабайын, сіздерге бәрін жақсылап көрсететін боламын. Достар, одан кейін айта кетеймін, жақсылап тұрып осылай пайкелейсіңдер, көрдіңіздер ме? Міне әдемілеп тұрып пайкелеп қойдым. Міне көрдіңіздер ме? Енді одан кейін міне осылай езелентпен жақсылап орап жабасыздар. Қазір одан кейін осылай жабамыз. Енді достар, бірге тамашалайық, қалай шыққанын көріп. Көлікті от алдырамыз, от алды. Жақсылап кондер қосып қойайық, кішкене жақсы болып тұрсын деп. Енді достар, қараңыздар, мінекей мен установка жасап қойған болатынмын. Мінекей достар, қараңыздар, керемет тамаша жасап тұр. Көрдіңіздер ме? Міне азайып тұр, енді көтерем. Келесі музыка. Мінекей әдемі керемет жасап тұр, достар. Артқа қайырамыз. Енді мінекей достар, көрініп тұру үшін. Так, мінекей әдемі. Қайтамын, дауысын басып садық. Бұл айтқанда қайттым обратно. Енді қайтып музыканы қосайын. Мінекей дауысын басып саймыз. Мінекей дауысын басып қайтып жықтық. Енді бірге белек тамашалап, аппа! Осылай бір сәл де болса сіздерге пайдасы тисін деп жасаған видеом әрине тамаша керемет шықты, жақсы бәрі. Осылай үй жақтайда мүмкін өзіңіз орнатып аларсыз, ешіне ақша шығармай дейін бе. Аман жүрейік, әрдайын сау жүрейік, үйлерімізде той қуаныш береке болсын. Сіздердің көліктеріңіз әрдайын сіздерді далада қалдырмасын. Сау, аман жүрейік. Сау болыңыздар.